Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 72-ші сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бұл жерде мәтіндерді оқып, олардан қайсысы көркем мәтін, қайсысы ғылыми танымдық мәтін екенін анықтау қажет. Бұл жерде бізде көркем мәтініміз Фариза Оңғарсынованың өлеңі. Ал екінші мәтін ғылыми танымдық мәтінге жатады. Екі мәтінге ортақ тақырып не деп ойлайсың? Екі мәтінге ортақ тақырып зергер-зергерлік туралы. Мәтіндердегі зергер-зергерлік сөздеріне сұрақ қойып, оларды зат есімнің негізгі және туынды түрлеріне ажырат. Бұл жерде негізгі зат есімге зергер деген сөзіміз жатады, өйткені не деген сұраққа жауап береді. Екінші сөзіміз зергерлік не туынды зат есім болып табылады, өйткені лік деген сөз тудырушы жұрнақ арқылы жасалып тұр. Келесі 25-ші тапсырма. Бұл жерде мәтіннің қатесін түзеп жазу керек. Қатемен жазылған сөздер бұл жерде зергерлер және де сақина. Дұрыс жазылу жолы зергерлер, сақина болады. Мәтіндегі негізгі зат есімдер бұйымдар, алтын, әшекей, сырға, сақина, білезік. Туынды зат есімдеріміз белдік және шақша. Келесі 26-шы тапсырма. Өрнектерге және олардың түсіне қарай әріптерді қойып мақалды оқу қажет. Бұл жерде бізде өнер алды қызыл тіл деген мақал шығады. Мақалды жаз және ондағы зат есімдерге жұрнақтар қосу арқылы туынды зат есім жаса. Бұл жердегі біздің негізгі зат есіміміз өнер және тіл. Келесі 27-ші тапсырмада жұмбақты оқып шешуін табу қажет. Бұл жерде бізде жұмбақтың жауабы өрнекші деген сөз шығады. Өрмек өрнек сөздерінің және жұмбақ шешуіндегі сөздің мағыналық айырмашылығын түсіндір. Өрмек дегеніміз бұл белгілі бір затқа байланысты өрілген жасалған жұмысты айтамыз, ал өрнекте біз ол белгілі бір ою немесе өрнек деген сөзге байланысты айтылып тұр.